Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен у әрпінің жазылуы атты тақырыпты өтетін боламыз. Балалар, 25-ші жаттығуға қараймыз. 25-ші жаттығу әңгімені түсініп оқы. Думан білімдіден шыққан сөз деп басталатын өлеңді оқып отыр. Білімдіден шыққан сөз. Талаптыға болсын кез. Нұрын, сырын білуге көкірегінде болсын кез. Өлең шумағының бірінші, екінші тармақтары түсінікті. Нұрын, сырын деген сөздердің беретін мағынасын да шамалаймын. Ал соңғы тармақтағы көкірегінде болсын көз түсініксіз. Көз кәдімгі екі көз. Онымен көреміз. Ал көкіректегі көз қайдан келген? Авторы Толымбек Әбдірайым. Балалар, әңгіме мазмұны бойынша сұрақтарды толықтырып жауап беріп көр. Кім өлең оқып отыр? Дұрыс айтасыңдар. Думан өлең оқып отыр. Шумақтың қай тармақтары түсінікті? Жақсы, жарайсыңдар. Бірінші және екінші тармағы түсінікті. Ал шумақтың қай тармағы түсініксіз? Дұрыс айтасыңдар. Шумақтың соңғы тармағы түсініксіз екен. Балалар, бұл өлеңнің авторын білесің бе? Жарайсыңдар. Авторы Абай Құнанбаев екен. Жақсы, балалар. Көкірегінде болсын көз дегенді сен қалай түсінесің? Мәтіннен у дыбысы бар сөздерді тап, сол сөздерге мәтіндегі үлгі бойынша талдау жаса. Балалар, бұл сөйлемді қалай түсінесіңдер? Көкірегінде болсын көз. Жарайсыңдар. Дұрыс айтасыңдар. Яғни балалар, көкірегінде болсын көз дегеніміз оқуға, білімге ұмтылған адамды, сана сезімі жоғары адамды, әрбір нәрсеге терең түсіністікпен қарайтын адамды айтамыз балалар. Балалар, дәлелдеу үлгісіне қарайық. Енді осы мәтіннен у дыбысы бар сөздерді тауып, осы дәлелдеу үлгісіне қарай отырып талдау жасаймыз. Мысалы, бұл дауысты у дыбысы. Өйткені ол дауыссыз дыбыстан кейін тұр. Немесе ол сөз басында дауыссыз дыбыстан басталып тұр. Бұл дауыссыз у дыбысы. Өйткені ол дауыстыдан соң тұр. Немесе сөз басында дауыстыдан бұрын тұр. Мысалы, думан деген сөзде бұл дауысты у дыбысы. Себебі бастапқы дауыссыз дыбыстан кейін тұр. Келесі, білуге деген сөзінде. Бұл дауысты у дыбысы. Себебі у дыбысының алдында дауыссыз дыбыс тұр. Шумағының сөзінде. Бұл дауысты у дыбысы. Себебі ш дыбысы дауыссыз. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі жаттығуға қараймыз. 26-шы жаттығу. Өлеңді көшіріп жаз. Қарамен жазылған сөздердің астын сыз. Балалар, өлеңді көшіріп жазамыз. Қарамен жазылған астарын сөзін сызамыз. Яғни, сиса көйлек үстіңде тоқуменен табылған. Сауысқанның тамағы шоқуменен табылған. Өнер, білім бәрі де оқуменен табылған. Міне осы өлеңді көшіріп жазамыз. Тоқуменен, шоқуменен, оқуменен деген сөздердің астын сызып қоямыз. Дәптерімізге әдемі, көркем етіп жазамыз балалар. Жақсы, жазып болсақ, балалар, жауаптардың сұрақтарын тауып айт дейді балалар. Өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин деген жауапқа қандай сұрақ қоямыз? Өлеңнің авторы кім? Өлеңнің авторы Ыбырай Алтынсарин. Келесі, өлеңде киім тоқумен, сауысқанның тамағы шоқумен, өнер білім оқумен табылатыны туралы айтылған. Ал енді осы жауапқа қандай сұрақ қоямыз?
өлеңде не туралы айтылған деп сұрақ қояды екенбіз, иә. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі 27-ші жаттығуға қарайық. 27-ші жаттығу. Сөздерге у әрпін қосып оқы және сол сөздерді қатыстырып сөйлемдер құрап жаз. Су, бу, қу, жау, сау деген сөздерге у әрпін қосып оқимыз. Су-у, бу-у, қу-у, жау-у, сау-у деген сөздер шығады. Енді осы сөздерге сөйлемдер құрастырамыз. Шәй суы керек. Қаптың аузын буы керек. Қоянды орманға қуу керек. Ыдыстың қақпағын жауу керек. Сиырды күнде сауу керек. Жақсы балалар, енді келесі жаттығуға қараймыз. 28-ші жаттығу. Сызық бақытымен екі әріп тастай отырып мақал құрастырып көр. Дәптерге жаз. Құрастырылған мақалыңның қандай мағына беретіні жайлы өз ойыңды парталасымен бөліс. Туған жер деген сөз шығады. Туған жерде жер болмас, туған елде ел болмас деген мақал мәтелі бар. Және туған жердің табиғаты ерекше деген сөйлем құрастырып жазсақ болады. Жақсы балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Сау болыңдар балалар.